Қайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер, құрметті менің YouTube'тағы оқырмандарым, сіздермен кезекті видеомда жүздесіп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Менің бүгінгі сіздерге бөлісетін кезекті өнімім, яғни Тяньшидің үлкендерге арналған кальций. Сол жөнінде біз толығырақ айта кететін боламыз. Жалпы адам организміне кальций қандай қызмет атқарады, ол жетіспеген жағдайда біз қандай ауруға шалдығатын боламыз. Жалпы адам организміне кальций не үшін керек деген сұрақтарға біз жауап іздейтін боламыз. Кеттік. Видео ұнаса, лайк және комментарий қалдырып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізде адам организміне кальций жетіспеген жағдайда кальцийдің жалпы адам организміне 4 түрлі қасиеті бар, атқаратын қызметі бар екен. Ең бірінші, жасушаны қоректендіреді, яғни екінші демалдырады. Адам организміндегі общем клеткалардың санын 75 триллион клетка деп алатын болсақ, сол клеткаларды ең бірінші қасиеті не істейді? Демалдырады, қоректендіреді. Екінші, демалдырады. Үшінші қасиеті асқазандағы pH среда 7-34, яғни асқазандағы кислотносты адам организміндегі қышқылдық орта, яғни кислотность pH среда соны 7-34 қылып ұстап тұру үшін, нормальный дозада ұстап тұру үшін осы бізге үлкендерге арналған осы кальций керек екен. Яғни бізде төртінші үлкен атқаратын қызметі, біз мінекей сөйлеп отырмыз, жүріп жүрміз, барлығы, яғни адамның барлығы жүрегінің қозғалысына, органдардың жұмыс жасауына, және біздің сөйлеуіміз, жүріп тұруымыз, қозғалысымыз, яғни қарапайым біз кірпігімізді жұмып ашқанның өзіне бізге кальций жұмсалады екен. Қараңызшы, кальцийдің адам организміне қаншалықты керек екенін. Егер 1% кальций, білесіздер, қанның құрамында болады. Қанның құрамындағы кальций 1% болады. Қалған 99% бізде, тісімізде, сүйегімізде, жалпы адам организміндегі қатты ткандарда болады екен. Яғни 1% қанның құрамында кальций жетіспейтін болса, біздің өміріміз тоқтап қалады. Сол үшін бізде организм өзінің қызметін атқару үшін бізде қанның құрамы, яғни өзінің жұмысын тоқтатпау үшін не істейді? Бізде қатты ткандардан, яғни қатты сүйектерден складтан алады. 5% алады, 10% алады. Күнделікті, яғни жұмысын өтеп тұру үшін біз күнделікті жұмыс жасап жатырмыз ғой, біз бір жерде отырған жоқпыз. Сол үшін адам, жаңағы айтып отырмын ғой, қанның құрамы өзінің жұмысын жасау үшін, барлық жұмысты жасау үшін сол складтан алып отырады екен. Яғни кальцийдің жетіспеушілігі дегеніміз не? Яғни біз енді сүйегімізден алып жатыр ғой, складымыздан алып жатыр, біз мына жақтан толықтырып жатқан жоқпыз, кальцийді ішіп жатқан жоқпыз, күнделікті өзінің нормасын беріп жатқан жоқпыз. Бір күнге, бір адамға, яғни 800 және 1200 миллиграмм кальций керек екен. Жалпы біз оны тамақтан, біз өзіміз алуымыз керек екен. Біз енді қазір өздеріңіз есептей беріңіздер, бізде экология, біз әрбір ішіп жатқан тамағымыздан ондай мөлшерде алып жатқан жоқпыз. Мейлі сіздің дастарханыңызда үлкен жақсы тамақ болсын, сізде қалады ішіп отырыңыз, сүт ішіңіз, мөлшерменен барлығын орындап ішіп, яғни менің жағдайым жақсы, менің дастарханым жақсы деген адамның өзі бар болғаны 800 миллиграмм кальций алады екен. Ал есептей беріңіз, күніне сізге 400 миллиграмм кальций жетіспей жатыр. Яғни сіздің жағдайыңыз жақсы болса, сіздің дастарханыңыз толық болса, сіз 800 миллиграмм кальцийді алады екенсіз. Екінің бірінің дастарханы толық па, сіздің дастарханыңыз толық па, сіз сондай мөлшерде кальцийді өзіңіздің организміңізге алып жатырсыз ба? Мінекей сізге сұрақ.
не істейді, екінің бірі алып жатқан жоқ. Яғни бір алып жатса 5% адам алып жатқан шығар, өзінің жағдайын, дастарханының толықтығына байланысты. Қалған 95% адам кальцийдің жетіспеушілігімен мінекей ауырып жүр. Кальцийдің жетіспеушілігінен бізде ең бірінші пайда болатын ауру, яғни біздің тырнағымыз сынып қала береді, тырнақтың қаттылығы жойылады. Ең бірінші бізде тырнақтан кетеді екен кальций, тырнағымыздан алынады. Одан кейін шашымыздан алынады. Одан кейін бізде ең үлкен қатты тікан, яғни тісімізден алынатын болады. Яғни екі қабат әйелдердің естіп жатасыздар, тісі сынып қалып жатады. Сол кальцийдің жетіспеушілігінен көптеген аурулар болып жатады. Яғни жалпы адамзат баласын 100% деп алатын болсақ, 20% адам дені сау адамдар екен. 20% адам дені сау адамдар. 5% адам диагнозы бар адамдар. Яғни сахарный диабет, ДЦП, қандай да болмасын, жүректен біреу учетта тұрады, біреу давлениеден учетта тұрады, басқа барлығы, яғни учеттағы, больницамызда учетта тұратын адамдар 5% адамдарымыз бізде белгілі бір диагноздың дәрежесіменен учетта тұрады екен. Енді 25% адамды кетті деп есептейтін болсақ, 75% адамдар, яғни аурудың қатарында жоқ, саудың қатарында жоқ, екі ортада, ауру емес, сау емес, қазақша айтқанда екі ортада жүреді. Азанда тұрады, жұмысқа барады, өзінің тіршілігін жасайды. Қатты бір жанына батып ауырмайды. Ол адамдарда ұйқысыздық көп болады. 75% адамдар, яғни диагнозы жоқ адамдар. Диагнозды больницаға барсаңыз, естіп жатасыз, қоя алмайды екен. Барлық обследованиеден өтесіз, төлеп өтесіз. Соның барлығын не істейді? 75% адамның диагнозы жоқ адамдар екен. Диагнозы жоқ адамдар деп отқанымыз не? Яғни кальцийдің ең үлкен мөлшерде жетіспеушілігі сол диагноздың жоқтығынан пайда болады екен. Адам организмінде ашығады, біз күнделікті норманы бермейміз, біздің тамағымыз дұрыс емес, біз фастфуд ішеміз, жейміз. Соның барлығы осы кальцийдің жетіспеушілігінен, өзіміздің организмімізден біз кальцийді көп мөлшерде жұмсауымыздан болады екен. Өздеріңіз есептей беріңіздер, Енді кальцийдің жоқтығынан біз қаншалықты мөлшерде зардап шегіп жатырмыз. Мүмкін, сіздер енді бір сұрақ қоюларыңыз мүмкін. Бұл кальций мықты екен, 98% сіңеді бұл кальций адам организміне. Иондалған кальций, 2% бізде жаңағы кіші дәретпенен, терімізбенен сыртқа шығып кететін болса, 98% біздің организмімізге 2 минуттың ішінде сіңетін кальций екен. Соншалықты дәрежеде құнды кальций болатын болса, сіздер ойлауларыңыз мүмкін, не үшін аптекада тұрмайды? Яғни бұның бағасы 15 мың теңге деп алатын болсақ, не үшін аптекада тұрмайды? Мен сол сұраққа жауап берейін. Кеден салығы бар, аптеканың үстіне қосатын бағасы бар, басқа да жаңағы шығындарды есептей келе, ол 10 есеге көтеріліп кетеді екен. Бұны аптекаға салған жағдайда не істейді? 150 мың теңгеге барады екен бұның құны. Сол үшін істеді, яғни адамнан адамға ауызекі тілде информационный бизнес арқылы осы кальцийді, яғни өз бағасына компанияда бекітілген 15 мың теңгеге алып ішін, халықтың денсаулығы жақсарсын. Кальций бұл адамның барлық өміріне жауапты. Сіздің кальцийіңіз толық па, сіз өмірде жақсы көңіл күйде жүресіз, бақытты көңіл күйде жүресіз, ешқандай жеріңіз сізде не істемейді, мазаламайтын болады. Сондықтан мінекей бұның жаңағы
аптекада тұрмайтын себебін біз білдік. Енді өздеріңіз есептей беріңіздер. Аптекадағы кальцийді алып ішесіздер ме? Аптекадағы кальций деп отқанымыз не? Мен енді сол кальций жөнінде тоқталып өтейін. Яғни D3 кальций, кальций глюконат, тағы да басқа көп атауменен қазір кальцийлер шығып жатыр. Олар D3 кальцийді алатын болсақ 7% біздің организмімізге сіңеді екен. 93% қайда кетеді? Енді біз ішеміз ғой. Ішкен кезде біздің бүйрегімізге, біздің өтімізге, біздің қуығымызға, жалпы бауырымызға, өтке тас болып жиналады. Құм, бүйрек барлығына тас болып жиналады. Сіз өзіңіз есептей беріңіз. Естисіз бе? Бүйрегінен приступ ұстап қалыпты, өтінен тас алдырыпты деген сияқты біз әңгімелерді естиміз ғой. Мінекей, сол именно біздің ішіп жатқан кальцийімізден 93% бізге, организмімізге сондай болып құм және тас болып жиналады екен. Өздеріңіз есептей беріңіздер. Тяньшидің кальцийін алып ішкіңіз келеді ма енді? Или әлде сол күйі аптеканың кальцийін алып ішесіз бе? Құрметті менің оқырмандарым, құрметті менің бизнес әріптестерім, бүгін міне толығыменен біз кальцийді ашуға тырыстық. Әрине көп уақыт кетеді, бұны айта берсең бір күн уақытты алады. Бұның қасиеті жақсы шешім қабылдайды деген ойдамын. Біз үнемі айтып жатамыз, қазақтар, бірінші байлық денсаулық деп айтып жатамыз. Сөз жүзінде біз денсаулықты бірінші орынға қойып қоямыз. Бірақ іс жүзінде көп адамдар не істейді? 5% адамдар өзін күтеді, денсаулығын. Ал 95% адамдар бізде іс жүзінде, сөз жүзінде айтамыз да, іс жүзіне келгенде ең соңғы орынға қойып қояды екенбіз. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер, денсаулықтарыңыз өздеріңіздің қолдарыңызда, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Жақсы күндерде жүздесе берейік. Менің видеом ұнаса, лайк және комментарий қалдырып тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеомда жүздескенше, құрметті бизнес әріптестер, аман, сау, саламатта болыңыздар.